Статьей 272, часть 2, статьей 269, часть 3 Уголовного кодекса. Назначить наказание. Наказание по статье 272, часть 2, 3 года лишения свободы, по статье 269, часть 3, 8 лет лишения свободы. В соответствии с статьей 58, часть 3, окончательно назначить 8 лет лишения свободы. Кроме того, судом разрешены вопросы с процессуальными издержками и с вещественным доказательством. Данный приговор может быть обжалован, и на него может быть принесено апелляционное постановление прокурора в течение 15 дней с момента оглашения. В связи с тем, что присутствующие граждане не дают возможность разъяснить суду суть приговора, на этом оглашение приговора закончено. Все свободны, до свидания. Ешқандай жаңа Қазақстан жоқ. Бұл істеп отырғандары әділетсіздік, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бірақ мені 4 жыл болсын қаншаға да қамамаса, айтқандайымдай, басымды имеймін, тіземді бүкпеймін, отырып шығам, күрес әлі жалғасады. Қорқақтар. Мен алдында айтып едім ғой, Асыловты ақтап алу үшін осыдан 3 күн бұрын ғана мен Қойшыбек ағаға сұхбат бергем. Сол кезде айтқан болатым. Осыдан 3 күн бұрын Асыловты ақтап алу үшін бұлар бізді соттайды деп. Міне соттады. Асылов, мен айтқан болатымын. Бұлар деген бірінші жазы. Сотталу керек бұл жерде. 20 мың террорист келді деген. 20 мың террорист келді деген. Бірінші кезекте 20 мың террорист келді деген. Тоқаев сотталу керек. Асылов сотталу керек. Жалған ақпараттар бәрі. Моя сумка. Айнара сумка моя. Айнара моя сумка. Сумкам, маме.